Мен ұрлық жасаған күні ай жарық болыпты демекші, эскорт санаттағы қыздарға барғандардың тізімі шығып, 1-2 аптадан бері бөліктілер қауымынан маза қашты. Оған себеп бірнеше ай бұрын жеңілтек аруларды жеңіл жүріске салып жүреді дейтін бір Айка есімді жеңгетай ұсталған еді. Артынша әлем желіге тағы бір топ сутенерлер мен олардың қыздары мен клиенттері бар ақпараттар базасы оқыста жарияланып кетті. Мұны кім таратты? Әрі оның көздегені не деген сұрақ туындайды? Әлгі тізімде кім жоқ дейсің ғой? Ойпырмай әкім орынбасарлары, әнші күйші бишісі бар, ел танитыны танымайтыны бар, бас аяғы 300 адам жүр. Есімі ғана емес, қасында паспорттан алынған суреті мен иінде қатар жүр. Арасында хитмен Қайрат Нұртас та қосыпты. Шамасы эскорттар көмегіне ол да жүгінетін болса керек. Масқара болғанда мұнда бір қауіптің басы қылтиып тұр ғой. Сіз бен біз құжаттарды цифрландырамыз деп билікке деректерімізді берген жоқпыз ба? Енді міне сол деректер басына қауіп төнгендей. Біз туралы жеке деректеріміз осылай оп-оңай интернетке паш етілсе, демек бәрімізге қатер төніп тұр деген сөз. Құрметті көрген дұрыс көрермені, бүгінгі шығарылымда біздің ақпаратымызға төнген қауіп жайында болмақ. Ассалаумағалейкум. Лайк басып, еткен еңбегіңізді бағалай отырыңыздар. Алматыда қалталыларға қыз тауып беріп, сутенерлік қызмет көрсеткен Айка есімді азаматша ұсталған еді. Естіген шығарсыздар. Міне сол Айка деген сылқымның ұсталғаны сол екен. Эскорт саласында ол ғана жұмыс істемейді дегенге өзге де вип санаттағы жеңгетайлардың тізімі әлеу желіге сап етіп шыға келді. Оның ішінде бай шонжарлар, әкімдіктің адамдары, тіпті министрлік қызметкерлері де жүр. Ұятай, атышулы экстрада әншісі Қайрат Нұртасты да ішінен табыласыздар. Қызық болғанда сол тізімдегі Қайраттың иін автоматқа салып кредиттін тексеріп жүргендер де табылды. Айтайын дегеніміз бұл емес әрине. Осынша базасы бар жауапты орган қалайша дүйім жұртқа бірыңғай базаны паш ете салды? Оған қол салған кім? Жауап кімнен? Аса құпия сақталуы тиіс деп жүрген деректеріміз осылай оп-оңай жария болғаны ма сонда? Жауапты сала басшысы тізімді жариялаған адамды итпен іздеп жүрсе керек. Ұсталса жазасыз қалмайды дейді. Ну, вообще, за отсутствием персональных данных у нас есть статья. 147. Там лишение свободы до 7 лет. Цифрландыруға сәтті өттік деп дүйім жұртқа мақтанып жүргенімізде, деректеріміз осылай ашылып жатса, ақпараттық соғыс туралы сөз қозғаудың өзі ұят шығар. Ашық-шашық жатыр деген осы шығар. Әлде бұл жауапты органның бәрің біздің көз алдымыздасыңдар дегендей әрекеті ме? Әлде бізді басқа бір қоғамдық мәселеден көңілімізді Айканың тізіміне әдейі бұруы ма? Кім білсін, бірақ белгілісі біздің деректер құпиялығын сақтамайды екен. Қазақстанда соңғы жылдары интернет алаяқтық белең алып тұр, білесіздер. Кездескен көк аттыға деректерді осылай жайып тастаса, алаяқтардың пиғылына тоқтам болмайтыны анық. Биылдың өзінде 16 мыңға жуық ел азаматтары интернет алаяқтардың құрбаны болыпты. Сонда азаматтар туралы деректер базасы не үшін керек болып дегенге келсек, бірінші кезекте тұрғындардың саны, азаматтардың әл-ауқатын тексеру үшін жасалған болуы тиіс. Одан қалды қылмыстық фактілерді анықтау үшін бірыңғай деректер базасы жасалғаны тағы бар. Мыңдаған IT мамандарын шақырып, бұл базаны да әзірледі ғой билік. Алайда қауіпсіздік жағын уысымыздан шығарып алыптық. Өйткені бірыңғай деректер жиынтығын әзірлеген программистердің ішінде ресейлік мамандарда көп болғаны тағы ескеріңіз. Цифрлық жүйе дамыған сайын қауіпсіздік жайы да айтыла беретіні анық. Күні кеше әлемді жаңашылдықпен таң қалдырып жүрген шетелдік кәсіпкер Илон Маск жасанды интеллекттің дәуірі келе жатқандығын, қазірден бастап бұл шараға тыйым салмасақ, жағдай қиын болатынын айтып дабыл қаққан. Шынымен де деректер осылай ашықтан ашық қолға өтсе, алмаған несиеңізді алдыртып, ең сорақысы, сіз істемеген қылмысыңыз үшін абақтыға қамалуыңыз ықтимал. Деректердің ашықтан ашық көрсетілуі азаматтық қауіпсіздікке нұқсан келтіреді. Жалпы бұл Айка деген кім? Бұл тізім қайдан шықты дегенге қатысты қоғамда екі түрлі тұспал бар. Біріншісі тізімді бопсалау мақсатында жариялаған. Бұл нұсқаға көбінесе құқық қорғау органдары сүйенеді. Тізім жарияланғанда ең бірінші болып осы құзырлы салаға күдік келтірген. Өйткені биыл жазда полиция ақысы қымбат жеңілтек бикештердің қызметін әлеуметтік желі арқылы ұсынатын блогер қызды ұстағанын сүйіншілеп ақпарат таратқан еді. 100 мыңнан аса жазылушысы бар блогердің пәтерін тінту кезінде бизнес кітапша тәркіленгенін айтылған еді. Сондықтан кейбіреулер Айка тізімі дегеніміз полиция базасынан алынған деп өзінше топшылайды. Алайда бұл ретте полиция өзіне шаң жуытар емес, Айкасы деген атымен жоқ деп азарда безер. Екіншіден, бұл тізім елдің көңілін басқа арнаға бұру мақсатында ұйымдастырылған шоу, қияңқы саяси технология. Саясаткер Санжар Боқаев басында бұл тізімде 300 адам болғанын айтады.
Өкінішке қарай біздің қоғам сондай қармаққа жиі түсіп қалады. Оның орнына халық жемқорлардың тізімін жариялауды талап етсе ғой. Бар ғой ондай тізім бізде. Жариялансын. Бар өнерлері етек астындағы жағдайға жете ме? Мұнысы не мазақ? Жылына емес 90 сайын жарияласын. Сонда шенеуліктеріміз аяқтарын тартатын болады. Жемқорлар тізіміне ілініп, бала шағасын ел алдында ұятты қылмауға тырысады. Байбағландардың жезөкшелерді жалдап келгені дүйім жұртты таң қалдырмайды. Дәулеттілердің сауық кештеріне түнгі көбелектерді жетектеп жүрген Жеңгетай Біршендінің көңілін таппағанда шығар. Әйтпесе оған дейін қылмысын жасырып, сауық кештен теңге жинап жүрген Айканың Байшонжардың арқасында жүргені айдан анық емес пе? Біріншіден, елде эскорт қылмысына тыйым жоқ. Жеңгетайлық қызмет көрсететіндер бұл істерін заңдастырып талған. Мемлекетке салығын төлеп, тапқан табысын бөліспей отырса жеткілікті. Эскорт қызметі ол ақшасы бар байларды мерекелік кештерге, концерт балдарға сұлу қыздардың жетектеуімен шығарып тастау. Осыдан 5 ай бұрын құзырлы органдар сутенерлік қызмет көрсеткен VIP Жеңгетайды ұстадың деп жұрттан сүйінші сұрағандай болады. Оған жергілікті сот 15 жыл кесіп беріпті. Осы кезде қылмысы өте ауыр саналатын Кәрім Мәсімов мемлекетті сатып тұрып, одан 3 жыл көп қана абақтыда отырады екенде, Айка болса 15 жыл отырады. Парадокс емей немене? Одан қалды миллиардтаған қаражаттарды жымқырған Қайрат Сатыбалдының өзі 6 жыл темір торға қамалған еді. Қайрат Боранбаевтың өзі миллиардтаған қаржыны жұтып алып, 2 жылдан кейін бостандықта тайраңдап жүр. Осыдан кейін соттағы әділеттілік туралы айтпаса да болады.